Сәлем достар, менің есімім Гаухар және де менің блогыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біздің бір күндік өмірімізді көретін боласыздар. Менің, яғни декреттегі өмірімді көресіздер. Көбіне таңғы уақытта қызым екеуміз боламыз, себебі жолдасым таңертең жұмысқа кетеді. Қызым екеуміз асықпай ұйқыдан тұрып, плотно тамақ ішеміз, өте плотно. Мына жерде қызым сорпасының ішінде, біз таңертең таңғы асқа сорпа ішетіндердің қатарынан біз салфетканы сорпасының ішіне салып ойнап отыр, оны мен артынан көретін боламын. Таңғы асқа бүгін жұмыртқа қуырдым және де қасына жасыл салат. Әлі қызым мінекей өйстіп ойнап, бәрін шашып, төгіп сөйтіп отыр. Мінекей менің таңғы асым. Жерде қызым салфетканы сорпаның ішіне. Не істеп жатсың сен? Ішіп болдың ғой, сен неге бүлдіріп жатсың? Қарашма, не бүлдірдің? Осылайша қызым екеуміз тезірек тамағымызды ішеміз. Қызым борщ ішті, одан кейін менімен қосылып жұмыртқаны жеп отыр. Бұл қыз емеді оның үстіне, тамақты да жақсы жеп жүр. Осылай өзі вилка ұстап үйреніп жүр. Тезірек тамағымызды ішіп, кейде мультик көреміз, кейде видео түсіреміз, солай бірге уақыт өткіземіз де далаға шығуға дайындаламыз. Дочакай екеуміз Мегаға келді. Қайда Дочакай? Қайсы? Покажись. Ой! Дочакайға киім алу керек, аяқ киім алу керек. О, жан. Осторожненько, осторожненько. Бүгін будний күн болғасын, Мегада почти ешкім жоқ. Хорошо, что вообще ашылды Мега. Дочакай. Да. Дочакайға бас киім таңдап жатырмыз. Мынау ұнап тұр, сосын. Давай наны попробуем. Ананы шеш. Шеш басында. Кел. Ой. Ой, секерін. Қайс. Хоп. Қойсына онша елескен беті. Так, қандай бар? Ондай Микки Мосик бар. Как тебе? Слишком детский мано. Ну ладно. Сол ұнап тұрма? Давай соны алайық онда. Ки басын, кел. Ой, красавица. Доча. Тағылмайатсың ба? Дочакайға аяқ киім алуға келген ғой. Так. Ал, киіп көрек. Қайсысын көресің? Қайсын ұнап тұр? Кішкентай ғой, Доча. Кроксы, может? Может, кроксы? Или может что-нибудь? Қайсын аласың? Қайсы ұнайды? Мегадан Дочакайға сандали мен панаманы алдық та үйге қарай беттедік, себебі түскі уақыт болып қалды, үйге барып түскі ас пісіру керек. Түскі асқа мен өте жеңіл, өте оңай, мен сияқты еріншектерге және тамақ пісіргенді жақсы көрмейтін адамдарға арналған. Рецептісін жазып алыңыздар десем ба, өте оңай. Тауықтың төсетін аласыздар және менің жағдайымда мен өзім жақсы көрем. Түрлі түсті орым жапырақ десем, В общем, цветная капуста мен тауықтың төсетін аласыздар, қуырасыздар, тұз бұрышын саласыздар да, дайын кисло-сладкий соусты құясыздар. Жақсылап тұрып араластырасыздар. Прям тауық кішкене корочка болса өте дәмді болады. Сөйтіп крышкасын жабасыздар да, бір 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар, тамақ уже пісті деген сөз. Гарнирге күріш пісіріп қойдым.
күрішті аласыздар және де бетіне жаңағы тауықтың төс етін саласыздар. Өте дәмді және өте тез тамақ. Бұл жапон кухнясына, жапон немесе Қытай кухнясы болып есептеледі. Курица в кисло-сладком соусе. Осылайша ас болсын деп қызметкеміз тамағымызды ішуге кірісеміз. Және де өткенде суши тапсырыс бергеннен қалған мынандай палочкалар бар. Өзімше болып үйде азиатская кухня жасап таяқшалармен тамақ жеймін. Ас болсын бізге. Түскі астан кейін жолдасым хабарласып, кейініңдер кеттік, бірге хайуанаттар бағына барып, кішкене қыдырып қайтайық деді. Біз қуана келісіп, үйді жинақтап, кішкене әйтпесе шашылып жатыр екен. Сөйтіп қызымды киіндіріп, зоопаркке кететін болдық. Бөлмені жинақтап қойдым. Үтекай. Ай, оны киім жейсің? Үтекай. 야, 지금 어떡해. место. А не понял? Я 지금 도망가 싫다? 도망가 싫어. Давай емес қой. не деген сандалий ма? өзі жүгіретін сандалий осы ғой? Восторгты қарасайшы. өзі жүгіретін сандалий осы ғой. Все ақтырмамыз, солып жатыр. Кел. Жаңбыр жауып жатыр ма? Жаңбыр ма? Мә, жаумай қалды. Басын кіріп кеткен алайын. Оуға оны да. Кесіне қызы. Бұзыласайын дан ажы. Әдем бір ескесем айшы. Дейді оны ажы. Әдем ма? Рахмет. Снеги біз деген Горький паркқа келдік. Чакай, аузың неге көк сенің? Қалайсыз? Жақсы. Опа. 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 Красота. Жүріп мен қалай сүйетініңізді айтыңызшы деп айтсам. Алло деймін. Чакай ұйықтап қалып, біз мынандай бір әдемі жермен келе жатырмыз. Күшті екен. Мына жерде адамдарда пикник, үйде су ағып жатыр. Все хорошо, спасибо большое. Болды, баны. Неге? Сойды қасып кеттім де. Неге бармаймыз, барып алып кетейік енді. Қайда біз алсам ба? Ол кетіп қалсайшы. Кеткізіп не ғой? Сонда прокат әңгіменің бәрі енді қызады ғой. Ненің бәрі. Қалған бәрі. Адам енді ғой. Жақсы, мен қалай жақсы көретініңізді айтып беріңізші. Сосын. Вау. Қарсаңшы қалай ұйықтатқан. Қолын көтеріп алып, жаңа. Мен жаңа штативта түсіріп үлгермей қалдым ғой. Ана самокат суға түсіп кеткен ғой, менің жігітім алып берді. Вообще герой менің жігітім. Вау, кайф па? Мұздай ғой. Кайф па?
кірейін ба менде? А? Неге? Аяқ істемеймін. А? Аяқ істемеймін. Балшық лашық болды аяғыз. Басып болды, иә, бірақ қайтып. Қайт болып қалдыңыз, а? Пойди, мұздай есу. Вопрос в том, что он приносит больше. Знаем, где рентабельность собственного капитала выше, доходность выше, и мы туда и инвестируем. Лайки столько дел. Не надо выбирать какие-то сложные темы, которые нужно запускать там год, два, три. Делайте тот бизнес, который можно. Запускайте бизнес только если есть конкуренты, которые... Кстати, надо карета. Классно. Жаным. Uyandың ба? Тұрасың ба? Зоопаркке барасың ба? Зоопарк. Зоотопия. Кел. Ой. Сонечка, ты проснулась. Ты чакай. Ой, ой, ой. Кафешкаға келдік, тамақ ішіп алайық деп. Дочка ұйқыдан тұрды. Тұрдың ба? Қалайсың? Аха, қазір заказ бердік, қазір алып келедік. Сол формада 13-14 минут беріңіздер. Ей, біздің блогқа қош келдіңіздер деп қарасам ба? Біз зоопаркке келдік. Дочакай, бірінші рет зоопаркке келдің ба? Я, сөйтсе очередь бар. Зоопарк. Бірақ біз хайуанаттарды, жүрек жақсы көреміз да. Біз оларды қинауға қарсымыз. Бірақ мен естідім, что зоопаркте сіз естігенсіз ба, жүрек? Зоопаркте, осы именно Алматының зоопаркінде андай өзі дикая природада өзі өмір сүріп, жүрек не сияқты айтады? Дикая природада өзі выживать ете алмайтын жануарларды алып келеді деп. Рас па? Мен сөйтіп ойлап тұрмын енді, соған сүйеніп тұрмын десем. Білмеймін. Білмеймін. Анау шын ба? 800 теңге, 300 теңге деген. Бағасы? Нағы барсаң? Бұрында помните, біз келген қанша? 2000 бір нәрсе теңге төледік қой басына. Кәдімгідей арзан екен. Мә, дочакай, сен бесплатно кіресің десең. Прикинь, доча, ты бесплатно зайдешь. Да, қазір кіреміз. Біз тағы да айтайын, жануарларды қинауға қарсымыз. Надеюсь, что у него все хорошо. Арстан? Арстан? Арстан не істейді, Арстан? Дей ма? Я. Не істейді, Арстан? Не істейді, Арстан? Метро Голдвин Майя. Доча, дочакай, носорог, носорог. Вау. Не істейді носорог, не істейді? Носорог не істейді? Осындай керемет демалыстан кейін үйге қарай беттедік. Яндекс таксиді шақырдық. Қызым уже шаршап отырды. Соғын ішіп алдым да ұйықтап қалды. Осындай красный, прекрасный, себебі күн ыстық болды. Біз үйге қайттық. После сегодняшнего тяжелого дня деп қояйық дейді. Да, доча? Да? Сушиға тапсырыс бердік. Келді сушимыз. Вкуснятище. Дочакай? Енді жылқап тұғы. Жылқып кетті ғой. Ау, жаным яйым. Все, ас болсын да нам. Дарама көреміз ба? Көреміз, я?